Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге үй жағдайында дәмі тіл үйіретін бананды балмұздақты қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Негізінен бұл балмұздақ бар жоғы 2-ақ ингредиенттен тұрады. Үйіңізде банан және сүт болса болғаны, бірақ одан әрі дәмді еткіңіз келсе, қосымша ванилин мен балды пайдалансаңыз, тіпті дәмдірек бола түседі. Ең алдымен осылайша бананды кесіп дайындап аламыз, содан соң мұздатқышқа салып 1 сағаттың көлемінде қатырып алатын боламыз. Мінекей достар, бананымыз 1 сағаттың көлемінде мұздатқышымызда салқындап дайын болды. Содан кейін барлығын алып, блендерімізге салып дайындайтын боламыз. Достар, егерде ағаш тақтайдың үстіне мұздататын болсаңыз, сәл бананыңыз жабысып, алынуы қиындауы мүмкін. Пышақтың көмегімен барлығын осылайша босатып алсаңыз болады. Егерде сіз балмұздағыңыздың өте дәмді, тәтті және хош иісті болғанын қаласаңыз, осы бананның үстіне біраз қасық балды және сәл ғана ванилинді қосып жіберсеңіз, кереметтей болып шығатынына сөз беремін. Осы балмұздақты жасағаннан кейін біз тіптен дүкеннен балмұздақ алмайтындай болдық. Сіз де жасап көріңіз, еш өкінбейсіз. Мінекей осылайша біраз қасық балымызды салғаннан кейін 100 мл сүтімізді құятын боламыз. Салқын болғаны тіптен жақсы, себебі блендермен араластыру барысында балмұздақ бірден дайын болады, қоймалжың, сондай жеуге ыңғайлы болып шыға келеді. Мінекей ванилинімді салдым, содан соң блендерімді қосатын боламын. Барлық масса біркелкі консистенцияға келгенге дейін блендеріңіздің көмегімен осылайша майдалап алатын боласыз. Мінекей менің мороженыйым, яғни балмұздағым дайын болды. Осылайша блендердің қақпағын шешіп, әдемі ыдысыңызға балмұздағыңызды салып, беткі жағын қалағаныңызша керекті жидегіңізбен, жемістеріңізбен әсемдеп, қонағыңызға ұсынсаңыз болады. Дәмі сондай керемет, ал консистенциясы сондай нәзік, жұмсақ. Дәл осындай балмұздақты сіз еш жерден таба алмайсыз. Сол себепті үйіңізде жасап, отбасыңызды қуантуға кеңес беремін. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.